Артым сағыныш, алдым сағым. Әр пенденің өмір жолында өзіне лайықты асулары болады. Оның бірі аласа, бірі биік, ал кейбірі асу бермес, асқаршың. Сағындық қыдыр. Дүниенің базары ығы-жығы. Ол жерден біреулер саудасын жасап, біреулер сауабын жинап, енді біреулері құр қолға айтады. Біреу ерте, біреу кеш, бұл дүниені тәрк ететініміз анық. 85 жылдық ғұмырында ол ата-анасын сағындырған сүйкімді сәби. Әке алғысын алған бозбала, аяулы жар, ардақты әке. Туған жеріне қызмет еткен азамат, қабірге жауырыны тигенше халқына құрметті болып өтті. Дүние салардан бірнеше күн бұрын жазу үстеліне Сағындық әке соңғы жазбаларын қалдырыпты. Төредей болып, төрімде отыратын әкемді сағынам. Өмірін перзенттер үшін қиюға таяр анамды сағынам. Балалығым өткен қырдың беткейіне тігілген қойшының жалғыз қараша үйін сағынам деп жазған екен. Жарықтық бұл дүниеде жоқ адамдарды сағынып, рухы өзінен алыстағанын сезіп, топырақ тартқан екен ғой. Әкесі Қыдыр 50-ге, ал анасы Зылиха 40-қа қадам басқанда, Алладан тілеп, зарығып жүріп көрген перзенті еді. Атын да Сағындық деп содан қойған. 1938 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Ақтөбе ауылында дүниеге келген. 1957 жылы Арыс қаласындағы Киров атындағы орта мектепті үздік аяқтап, Ташкент қаласындағы Орта Азия политехникалық институтының энергетика факультетіне оқуға түсті. Қызыл дипломды қолына алып, еңбек жолын Самарқан қаласындағы Орта Азия магистралінде бастады. Біздің қазақта ол кезде энергетика кем деген болған. Институт бітірген направлениясы Өзбекстанда қалып, үлкен газ трассасының бойында жұмыс істеп, сол кезде өзінің білімділігін көрсетіп, мынау өнертапқыш дейді. Мынау газ трассасының бойында әр тош бар жағы, насосный станциялар. Солар баяғы қолмен істейді механически. Сол кісі бұл кісі сондай өнертапқышпен көрсетіп, оны автоматика қойған ғой. Сөйтіп, сол Советтің бойын кезінде 4000 бірден көрсін, бір жеңіл машина ақшасында өкіметтен премия алған. Жаңа тауысқан кезінде білімділігімен бұл кісі біз үшін ұстаз да болды, аға да болды. 1964 жылы Шымкент қаласындағы фосфор тұздары зауытында подстанция басшысы қызметінде жемісті еңбек етіп, одақтың ауыспалы қызыл туына ие болды. Мықты маман болғандықтан өзінің білгірлігін бағалап, пәтер ұсынып, 1-2 күнде зауыттың директоры болады деп отырғанда Сағындық әке бәрін тастап ауылға көшті. Орта Азиялық политехнический институттың энергетика факультетінде бірге оқыдық. Әдебиетке, мәдениетке, тарихқа жақын еді. Халыққа аянбай қызмет еткен кәсіби маман. Осы оңтүстік Қазақстанның энергия системасында Сағындықтың үлкен ізі қалды. Керемет жұмысқа тарт. Оның арқасында кейін апта хозяйствода істеп, онда да көп жыл бірге қызмет атқарды. Не керек, Сағындық еліне, халқына аямай қызмет еткен азамат. Жолдастарға деген сондай кішіпейілдігі, бауырмалдығы, үлкен сыйлайтын, кішке қамқорлық жасап, сондай азамат еді. Жоғарғы қызметті қалаға қалдырып, неге көшті дейсіз бе? Қартайған әке шешемді тар қапасқа қамап, мен кісі болмай-ақ қояйын деген ой оны іштей мазалапты. Әке анаға деген махаббатын қызметтен артық көрді. 1968 жылы туған жеріне табан тіреп, өз халқына қызмет ету мақсатында Отырар ауданы Шәуілдір ауылында, Қызылқұм аудандық электр жүйелері кәсіпорнында басшылық қызмет істеді. Сағындық Қыдыр сол кездері Отырар ауданының тұңғыш жоғары білімді энергетигі болатын. Аудандық электр желілері мекемесін ұзақ жылдар басқарғанда шалғай ауылдарды толық жарықпен қамтуға тікелей мұрындық болған азамат.
Сәкеңде бір үлкен қай мәселеге қарағанда да бір парасатпен, салиқалы, сабырлы оймен, еш нәрсені бірден тез арада кәдімгі апыл-ғұпыл шешім қабылдамайды, ойланып саралап барып қабылдайтын бір ерекше кісі еді. Сосын бір жақсы қасиеті, бұл кісі ешқандай интригаға, болмаса бір сыбай салтаң сөздерге араласу деген жоқ. Ол барлық уақытта тек қана өзінің ойымен шегелей отырып, оны да сұрамасаң айтпайды, үндемей отыра беретін. Бұл 5-6 жыл біз бұл кісімен райцентрдің бастығы ретінде сөйлесіп жүрдік. Кейін Автовазының директор болған кезде тығыздай жұмыс істеуге мүмкіндік туды. Сол кезде байқағаным, бұл кісінің аса бір сабырлы адам еді, керемет. 1969 жылы Шілік совхозының ескі Шілік деп атайды. Сол ескі Шілік совхозын көктемде су алды, су тасқыны болды. Сонда бүткіл ескі Шіліктегі халық жаңа судың ортасында қалған уақытында соны қайықпен бері өткізіп алып, қайтадан жаңа құрылған Шілік совхозының орталығына алып баруда осы Сағындықтың, Сәкеңнің еңбегі өте зор болды. 1970 жылы аудан орталығындағы мына Әл-Фараби музейінің жанынан Арыстың суы ауданның орталығын су алу қаупі төнді. Сол кезде бүткіл аудан болып, аудан жастарын ұйымдастырып, оның ішінде көлік мәселесін ұйымдастырып, басқа жерден қапқа топырақ салып, осы топырақ салып, соны тасуда Сағындықтың еңбегі зор болды. Оны ел бағалап, оған көп рахметін жауғызды. Міне, менің досым қандай адам. Сағындықтың әкесі Қыдырдың қалай көз жұмғаны бала үшін ғибрат етті. Оны өзінің жазбасында былай деп суреттеді. 1968 жыл. Әкем алдымда көлденең жатыр. Әлсіз жанары маған қарайды. Бір нәрсе айтқысы келді. Қолынан ұстап, жақындап құлағымды тостым. Майы таусылған білте шамдай әлсіреп, сөніп бара жатқан жанарынан көз алмай қарап отырдым. Білте шамның майы таусылып, әке шамы лып ете өшті. Әкем дүниеден өтті. Бойымды өксік қысып, оның алып кеудесіне құлай кетіп, кешір әке, кешір деп, кеудесінен басымды алмай ұзақ жыладым дейді естелігінде. Оқуда жүрсем де, қызметте көтерілсем де, мені ылғи бір тірек сүйіп жүретін. Сөйтсем ол әкем екен ғой деп еске алатын кезі көп етті. Ата-ананың ақ батасын алған ұрпақтың қашанда беделі биік болған. Кезінде сол кісілердің разылығы үшін қызметін тастап, қаладан келген Сағындықтың бағасып, 1981 жылы аудандағы ең ірі Шәуілдір автокөлік мекемесіне директор болып тағайындалды. 1996 жылға дейін адал қызметінің арқасында зейнетке шықты. Сағындық әкенің елге еткен қызметі бір төбе. Оның рухани сандығы сырға толып, шан сарайы жарқырап тұратын. Ол туған жерінің жәдігерлерін жинап, шежіресін шегелеп, кейінгі ұрпаққа шырақтай етіп жазып қойды. Кіндік қаны тамған топырағының тарихынан сыр шертетін түрлі оқиғаларды мерзімді басылымдарда жариялап, кейіннен қаттап, кітапқа жинақтады. Өзбекәлі, Акишев, Фараби танушы ғалымдар Ақжан Машанов, Ауданбек Көбесов, осы сол музейлердің негізін қалағанның бірі Асантай Әлимов ағаларымыздың аманатын ізін жалғастырушы осы кісі еді. Жарықтық. Анау арғы 9-10 ғасырдағы Әбу Насир Әл-Фараби бабамыздың ұстанымымен айтсақ, ізгі адам еді. Кемел адам еді. Ал кешегі Дана Абайдың ұстанымын айтсақ, толық адам еді. Яғни ұлы даланың ұлы тұлғасы еді. Сағындық әке 2016 жылы ерен еңбегі үшін төсбелгісімен марапатталып, Отырар ауданының құрметті азаматы атанды. Отырар әдебиеті және өнері қоғамдық бірлестігінің төрағасы қызметінде болып, көптеген туындылардың жарыққа шығуына үлес қосып, ұлттық құндылықтың қадірін арттырды. Жанамын деген жүрекке от беретін,
нағыз азамат осы кісі еді. Аудандағы шығармашыл жастарға жалын сыйлай білді. Абыз дейтінді қазақ екінің біріне айтпайды. Абыз болу үшін ол адамның академик болуы, профессор болуы, болмаса министр болып жұмыс істеу шарт емес. Абыз дейтін кім? Абыз дейтін айналасын ақылына ұйытқан адам. Сағындық көкеміз жарықтық айналасын кәдімгі сөзіне ұйытқан, ақылмен жүргізген, осындай ана қариялардың бірі болып өтті өмірден. Ол кісінің бүкіл өмірінің өзі тек өнегеден тұрады. Ол біреуге мен ақыл айтып тұрған көрген емеспіз. Балам үйт деп құрғақ ақыл айтып тұрған ешкім көрген емес. Ол кісінің әрбір іс-әрекетінің өзі жаңағы өнеге болады. Сағындық әке мен Тазагүл анамыздан рухани таза, қазаққа қызмет етер перзенттер туылды. Әке қаламын екі ұл ұстады. Ұрпағының ибалы, иманды болуына, адал, әділ болып өсуіне жауапкершілікпен қарады. Сағындық Қыдырұлын киелі отырар жерінің отты ұлы десек жарасады. Өйткені қасиетті мекеннің этнографиясын зерттеуге, ашаршылық кезеңдердегі қиын сәттерді әңгіме етіп жазғанын оқысаңыз, денеңіз тітіркенбеуі, жүрегіңіздің шымырламауы мүмкін емес. 2020 жылы өмір өткелдері, 2023 жылы асулар атты кітаптары жарық көрді. Кітап атаулары да ерекше философиямен қойылғандай. Өйткені әрбір туындысының атауында өмір өткелінен өтіп, асулардан асып, фәнимен қоштасқандай бейнелестейді. Өзінің бір өлеңінде созылады қоңыр дала, қоңыр түс, қоңыр күйді кешудеміз қазір біз. Әкем жатыр қоңыр төбе басында, анам сонда ағайынның қасында деп кеудесіндегі сағынышты жазған екен. Бүгін де өзі сол сағындырған әкен асының қасына барып, мәңгілік тыныш мекеніне жайғасты. Енді әкені Асқар тау дейді ғой. Асқар тау құлады. Алатаудай қайғысы бар осы Қыдыр әулетінің. Соған енді Қаратаудай сабыр берсін деп тілейік. Сабыр мұсылманға тән қасиет. Енді мынау ұрпағына өмір тілейік. Бұл кісі бұл дүниеде абыройлы болды, о дүниеде де абыройын берсін. Бір мұсылманға мұсылманның мейірімділігі, мұсылманның осындай бір құрметі соңғы сапарына дейін жалғасып, ары қарай да жалғаса берсін. Өйткені біз мұндай жақсы адамдарды ұмытуға тиісті емеспіз. Жатқан жері жарық болсын. Табиғаттың заңын ешкім аттап кете алмайды. Алланың бұйрығы орындалады. Алдыңғы буыннан айырылғанымызбен орнын басар ұрпақтары ізін жалғайды. Солар ғұмырлы болсын деп тілейміз. Марқұмның жақындарына сабыр берсін. Хабар агенттігінің ұжымының және өз атынан Сағындық Қыдырұлының ұрпақтары мен туған туыстарына, өмірдегі серіктері мен үзеңгілестеріне қайғыра көңіл айтамын. Еркін ағамыздай азаматтарды, Уәли ағамыздай әріптес ағаларымызды осы тәрбиелеп өсіріп, осы бүгінде мемлекет деңгейінде қызметтер атқаруына осы ағамыздың тәлім тәрбиесі тағылымы тікелей себеп болды деп ойлаймыз. Сондықтан осы қайғылы қазаға орай Түркістан облысының әкімі Дархан Амангелдіұлы Сатыбалды арнайы көңіл айту хатын жолдап отыр. Алып бәйтерегі құлаған Қыдыр әулетіне Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, жоғары үкіметтік жеделхатпен Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин, Қазақстан арнасының басқарма төрайымы Ләззат Таныспай, Хабар агенттігінің басқарма төрағасы Берік Уәли, Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды, Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов, Аманат партиясының Шымкент қалалық филиалының төрағасы Бахадыр Нарымбетов, Отырар ауданының әкімі Сәкен Сұлтанқанов, тағда басқа сол секілді ел азаматтары қазанама жолдап көңіл айтты. Қазақта керемет тілек бар, ұрпағыңмен мың жаса деп. Ағамыз ұрпағымен мың жасайтын бүгінгі жиынның өзі көрсетіп отыр. Қазір жолдан келе жатқанда әулетті танымайтындай, білмейтіндей адам жоқ. Қай жерге кеп тоқтасаң да барлығы қайға ортақтасып, осы жақтан шығып баратқан адамдар, осы жаққа кіріп баратқан адамдардың қарасы өте көп. Бұл деген сөз ақсақалдың осы ғұмырда істеген тірліктері, сауапты істері мол екен. Және де ұрпақтары салиқалы, тәрбиелі, елге құрметті, қадірлі болып өскен. Шымкент қаласы әкімінің атынан көңіл білдіруді
оқып кетсек. Сағындық аға өзінің барлық саналы ғұмырын елге, халыққа еңбек етуменен өзінен кейінгі ұрпақтарына, інілеріне біздерге сол адалдыққа, әділдікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеп өтіп бара жатқан ағамызға алдың жарық болсын, артың пейіш болсын дейміз. Артында қалған ұрпақтарына ынтымақ, бірлік, береке тілейміз. Мына қабырғалы қалың еліне тыныштық тілейміз. Сағындық әкенің ұлы Уәлидің досы, ақын Әлібек Шегебай, қара өткел болғанымен нағыз елі, көкемнің өмір жолы аңыз еді. Тараған құлан қыпшақ қауымынан киелі отырардың абыз еді. Шаратқан ұрпағына өмір берсін, ұрпағы ұлағатқа көңіл бөлсін. Көкеме 63 жыл серік болған Тазакүл анамызға ғұмыр берсін. Аямас ақ пейілін адамдарға, жан едің желкен еткен санаңдарға. Әкейдің жатқан жері жайлы болсын, Алланың қалауына амал барма деп, қаламнан қаралы үйге жұбату жырын жазды. Иә, Алланың қалауына адам қарсы тұра алмас анық. Дәрменсіз пенденің жанын Әзірейіл алған күні қараңғы қабіріне кіреді. Ол өмір заңдылығы. Сағындық әкеміздің 40 күндік асына арнап құдасы Исағали қазанама жырын жазды. Сыйындым жаратқанның Алласына, бөлейгөр рахымыңды дін мұсылман баласына, ұрпағың артта қалған аман болсын, көңіл айтам құт қонған Қыдыровтар отбасына. Бір туар азамат ең еліңнің, құрметтеп халқың сыйлаған, өксік қысып кеудемді айталмай құда қиналам. Кешегі өзің жүрген қалан қалды, сылдырап аққан өзен далан қалды. Кеттің ғой құда бәрін тастап, зар еңіреп отбасың балан қалды. Үстеліңде ақ қағаз қалам қалды, нүктесіне жетпеген жырың қалды. Аулада өзің еккен талың қалды, қорада өзің баққан малың қалды. Артыңда ұмытылмас сөзің қалды, тарихта өшпестей боп атың қалды. Ошағыңның қасында жарың қалды, ағалаған артыңда інің қалды. Бәріне көңіл айтып сабыр тілеп, жете алмай жоқтауыммен зарым қалды. Оты өшіп, соқыр боп көзім қалды, жер сипалап, жол таба алмай, ойшы жазған өзімше жырым қалды. Құдам-ау, мен де тұрмын өмірдің жағасында, кезек күтіп келместің кемесіне. О дүниеде көрісерміз қауқылдасып, пейіште қол созамын елесіңе. Қош құда. Сағындықтан тараған салиқалы ұрпақ, сізді мәңгі сағынатын